Әлем сәлем достар. Біздің арнамызға қош келдіңіздер. Жаңадан шыққан видеолар жіберіп алмас үшін алдымен осы арнаға тіркеліп алыңыздар. Ал бірінші сұрақ. Сен төсекте жатқанда телефонды бетіңе түсіріп алған кезің болды ма? Я, конечно. Сен киіміңді теріс жағын киіп алған кезің болды ма? Я. Сен бөлмеге кіріп, бірақ ол жерге не үшін барғаныңды ұмытып қалған кезің болды ма? Я. Сен тамақты шайнап жұтқан кезінде тіліңді қатты тістеп алған кезің болды ма? Я. Сен кетіп бара жатып, бір затқа соғылып қалған кезің болды ма? Я. Сен өз телефоныңды түріңе қарау үшін айна ретінде қолданғансың ба? Я. Сен тәтті түсіңді әрі қарай жалғастыру үшін қайтадан ұйықтағансың ба? Я. Менде ондай көп болған. Сен сөйлеп жатып, не айтқанды ұмытып қалған кезің болды ма? Я. Менде көп болған. Сен телефоныңды пульт деп ойлап ұстағансың ба? Жоқ. Сен біреудің ыдысын өзіндікі деп ойлап, қателесіп ішіп қойғансың ба? Жоқ. Сен демалыс күні, яғни жексенбі күні ұйқынан оянғанда сабаққа кешіп қалдым деп шошқан кезің болды ма? Я. Сен қыста қолғап киіп, телефонның экранын басқанда, қолыңдағы телефон саусағын сезбей қойған ба? Я. Сен жазбайтын қаламды әрі-бері жазып көргенсің бе? Я. Сен видеоға түсіріп жатқан кезде камераға фотоға түсіріп жатырмын деп қозғалмай тұрғансың ба? Я. Сен байқамай дұрыс емес деп басқа дәретханаға кіріп кеткен кезің болды ма? Жоқ. Сен байқамай үйіңнің есігін басқа кілтпен бұрап ашып ала алмаған кезің болды ма? Я. Сен байқамай аяғыңа екі түрлі нәски киіп алған кезің болды ма? Жоқ. Сен бос тұрған стаканның ішінде су бар екен деп ойлап ішіп көргенсің бе? Я. Сен ең оңай дейтін қосу азайту есептерін өзің калькулятормен қолданып шығарғансың ба? Жоқ. Сен өзің түсінбеген әзілге өтірік күле салған кезің болды ма? Я. Сен басқа адамға сообщение жіберіп қойып, ұялып ыңғайсызданған кезің болды ма? Я. Сен үйіңде қайтар кезде адасып қалған уақытың болды ма? Я. Сен жадасып артындағы адамға амандасып тұрған біреуге қолыңды бұлғағансың ба? Я. Сен кейде оң жақ немесе сол жақты шатастырғансың ба? Жоқ. Сен айнаны есік деп ойлап әрі қарай кірейін дегенсің бе? Жоқ. Сен тұзды қантпен шатастырып шай немесе кофеге салғансың ба? Жоқ. Сен басқа адамның көлігін өз көлігімен шатастырып есікті ашпақ болғансың ба? Я. Сен жаңадан танысқан адамның атын таныса салып ұмытып қалған кезің болды ма? Я. Сен киіміңді байқамай алдын артына қаратып киіп алған кезің болды ма? Я. Сен шалбарыңды немесе көйлегіңді барлық жерден іздеп таба алмай, бірақ үстінде киіп жүргеніңді байқамаған кезің болды ма? Я. Жоқ.